Сәлем қыздар, біз қазір молочная девочка дайындаймыз. Бізге разрыхлитель, он сгущенка түрі желание екі түр болады. Сапасы жоғары және төмен, сапасы жоғары түрін алыңыздар. Дәл осы видеодағыдай жұмыртқа және де сарымай қажет болады. Ендеше бастайық. Ыдысымызға сарымайымыз бен сгущенкамызды құйып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Сарымайларыңыз бөлме температурасында болуы керек. Содан соң жұмыртқамызды саламыз да тағы да миксерлеп аламыз. Араласқаннан соң разрыхлитель мен ұнымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ұн салғаннан соң бірінші жай скороспен бастаңыздар, болмаса шашылып кетеді. Ұнды ситудан өткізіп алыңыздар. Мінекей қыздар, бізде біркелкі қоймалжың масса шықты. Шамамен 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Енді пергаментімізді дайындап аламыз. Пергаменттің сапасы жақсысын алыңыздар, болмаса тестаңыз жабысып қалады. Диаметр 23 см форманы пергаментке қойып, сызып қиып аламыз. Осындай 5 пергамент дайындаймыз. Енді осыған тестамызды үлкен ас қасықпен 2,5 ас қасық салып, шеңбер бойымен жайып шығамыз. Шеңберден шығарып алмаңыздар. Шеңберден шығарып алмас үшін дәл осылай видеодағыдай бірінші шеңбер бойын ақырындап жайып шығып алып, сосын барып тегістесеңіздер болады. 180 градуста 2-3 минутта піседі. Қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Корждың піскенін зубочисткінің көмегі арқылы білсеңіздер болады. Корж піскеннен соң сразу форманы қойып, бетіне артық жерлерін кесіп алып тастаңыздар. Пергаменттеріңіз жақсы болса, осылай оңай жабыспай алынатын болады. Корждарымыз дайын. Енді ол коржымыз суығанша біз кремімізді дайындаймыз. Бізге кремге тек қана екі зат қана қажет болады: шекер және сливки. Менде мұнда 120 грамм шекер және де 500 грамм сливкиімізді құйып, қою болғанша миксерлеп аламыз. Қатты көпте миксерлеп жібермеңіздер, себебі іріп кетуі мүмкін. Кремнің дайын болғанын қалай білеміз? Осылай миксерлеп жатқан кезде кремде сызық-сызық болып қалады. Сонда дайын деген сөз. Мен мұнда миксерлеген уақытымды тез өткізіп жібердім. Сіздердің көп уақыттарыңызды алмас үшін және де ыдысымызды төңкергенімізде креміміз түспеу керек, ақпау керек, өз формасын ұстап тұру қажет. Мінекей крем дайын, төңкеріп көрдім, өз формасын ұстап тұр, ақпайды, түспейді. Мінекей енді кремімізді, дайын болған кремімізді осылай кондитерлік мешоктың басын кесіп алып, аз бөлігін алып қаламыз. Қазір торттың сыртын қаптау үшін қажет. Енді бұны холодильникке сала тұрамыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Подложкамызға аз ғана крем жағамыз. Бұл коржымыз жылжып кетпеу үшін жағамыз. Мінекей бірінші коржымызды қойдық. Енді торттарыңыз теп-тегіс болу үшін осындай кольцо қолданыңыздар. Торттарыңыз теп-тегіс болады. Мен торт жинағанда барлық тортта осы кольцоны міндетті түрде пайдаланамын. Торттарыңыз тегіс болады, әрі өздеріңізге де ыңғайлы. Коржымыздың үстіне үлкен ас қасық пен 2 ас қасық салып, тегістеп жайып шығамыз. Осылай біртіндеп корждарымызды жинаймыз. Сгущенканың екі түрі болады. Түрі желание, сапасы жоғары және төмен. Соның сапасы жоғары түрін алыңыздар. Дәл видеода мен көрсеткендей сгущенканы алыңыздар. Және де сарымай, шедевр, щедрая лето, сливочный берега. Осы үшеуі жақсы, 72-82%-ін алыңыздар. Тортты жинап болғаннан соң енді сыртын вафельный крошки мен полный қаптап тастасаңыздар да болады, немесе жоғары жағын ашып қойсаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Вафельный крошкиді өз қолдарыңызбен жасасаңыздар да болады, және кондитерлік дүкеннен алсаңыздар да болады. Мен негізі көбінесе кондитерлік дүкеннен алып қолданамын.
Мен мұнда қазір торттың сыртын вафельный крошкамен қаптап көрсетпеймін, басқа оформление жасап көрсетемін. Мінекей тортымызды жинап болдық. Енді кольцомызды шешіп алып, сыртын қаптайтын боламыз. Мінекей қыздар, жаңағы алып қалған кремімізді осылай сыртына жағып шығамыз. Енді осыны тегістейміз. Мінекей, енді артық кремдерін алып тастаймыз. Біздің молочный девочкамыз дайын. Сіздерге сәттілік, қыздар.